Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте керемет, қытырлақ, дәмі ерекше бөрек дайындайтын боламыз. Ең алдымен сары майды сковородқа салып ерітіп аламыз. Пиязды орташалап турап, майға қуырып шығамыз. Біздің майымыз міндетті түрде сары май болу қажет. Себебі жай майға қуырсаңыздар, мұндай дәмді болмай қалады. Брынзамызды үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң көк пиязымызды турап аламыз. Осы көк пияздың орнына жусай қоссаңыздар да болады, немесе ешнәрсе салмасаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Арнайы магазинде сатылатын слоеный тестаның жарты бөлігін аламыз. Міндетті түрде бөлінбеген алыңыздар, себебі кез келген нәрсе дайындағанда өздеріңізге ыңғайлап бөліп аласыздар. Мен осылай 4 ұзын бөлікке бөлдім. Дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз. Жұқалығы 1-1,5 сантиметр болу қажет. Жайып болған соң ішіне қуырылған пиязды, брынзаны, көк пиязды салып, дәл видеодағыдай етіп бір-біріне жабыстырып шығамыз. Осылай қалған 3 қамырды қайталап жайып, дәл осы видеодағыдай етіп, улитка ретінде орап аламыз қамырларды. Бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, қытырлақ болып піседі. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шығады.